Сәлем достар, есім Қайырбек. Біз бүгін тағы да ұбт-ның тапсырмаларын шығарып жалғастырамыз. Гомогенді жүйені анықтау қажет. Кальций карбонатының ыдырауы кальций оксид және көміртек диоксиді. Бұнда кальций карбонаты кальций оксидіне және көміртек диоксидіне қатты және газ. Гомогенді жүйеге жатпайды. Келесі ерітіндіде күкірт және оттек. Күкірт диоксида. Мұнда күкірт қатты, газ. Сондықтан бұл гомогендіге жатпайды, гетерогенді. Мырыш және аш хлор. Мырыш хлориді және сутек. Мырыш қатты, мұнда сұйық және газ. Гомогендіге жатпайды. Мыс, оттек, мыстың оксиді, мыс қатты, оттек газ қатты. Сондықтан бұл гомогендіге жатпайды. Және соңғысы көміртек моноксидінің оттекпен әрекеттесуі нәтижесінде көміртек диоксиді, бұнда барлығы газ. Реакцияны теңестіретін болсақ, 2. Газ және газ. Гомогенді. Дұрыс жауап осы. Келесі тапсырма 27. Ерітіндіде күлгін түс беретін анион. Нұсқалары нитрат, хлорид, дихромат, перманганат, сульфат. Нитраттың, хлоридтің және сульфаттың түсі болмайды. Дихроматтікі қызғылт, сары, перманганаттікі күлгін. Жауабы перманганат. Оның түсі ерітінде күлгін түсті болады екен. Келесі тапсырмамыз. Сумен әрекеттесіп, сілті түзетін оксидтер. 2 дайлы оксид. 2 дайлы оксид. Бізде сумен әрекеттесіп, ол сілтіні түзбейді. Сілтіні түзетін тек қана бірінші топтың, немесе екінші топтың кейбір оксидтері. Бейметалл оксиді. Тал оксиді, бұл да жатпайды. Амфотел оксид. Бұл да жатпайды. Негіздік оксид. Бізде жауабы негіздік оксид болады. Және соңғысы қышқылдық оксид. Бұл да жатпайды. Келесі сұраққа көшеміз. Этилбензолдың изомері, немесе формуласын жазу керек. Этилбензол формуласын жазайық. Мұнда этил бензол. Оған изомер ретінде мына қосылысты жазуға болады. Жаққа жазайық. CH3. Егерде диметилбензолды алатын болсақ, ол да этилбензолға изомер болып табылады. Басқа нұсқаларында бізде толуол бар, пропилбензол бар және изопропилбензол. Бұлардың ешқайсы этилбензолға изомер болып табылмайды. Келесі. Спирттерді дегидратациялағанда түзілетін зат. Спирт, мысалға, этанолды алайық. Дегидратациялаймыз. Негізгі түзілетін зат, бұл бізде егерде жоғары температура және қышқыл қатысында болатын болса, фосфор қышқылы мәселен, бізде алкен түзіледі және су бөлінеді. Негізгі компонент алкен. Егерде температура төмен болатын болса, онда жай эфир түзіледі. 5 OH қышқыл қатысында температураны жазбасақ, онда CH3 O CH3. Екі жағдай бізде орын алу мүмкін. Жоғары температурада алкен мен су, төменгі температурада жай эфир түзіледі. Осымен оқушылар, біздің бүгінгі нұсқаны талдауымыз аяқталды. Келесі видеоларда тағы да жаңа нұсқаларды қарастырамыз. Сау болыңыздар.